Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен бірге креативті презентация жасау түрлері және шаблондармен танысатын боласыздар. Видеоны бастамастан бұрын менің каналыма подписаться етіп, қасындағы колокольчикті басып қойсаңыз, менің жаңа видеоларымнан үнемі хабардар болып отырасыздар. Қазіргі ақпараттық жаңа технологиялар заманында сіз өз баяндамаңызды әртүрлі семинарларда, симпозиумдарда немесе дебаттық сабақтарда, ашық сабақтарда, күнделікті сабақтарыңызда әртүрлі креативті презентациялармен сабағыңызды немесе баяндамаңызды көрсететін болсаңыз, сіздің қаншалықты креативті ұстаз екеніңізді көрсетіп беретіні анық. Осы видеоны көріп болғаннан кейін мен сіздерге 50 шақты осындай креативті презентациялар шаблондарын беретін боламын. Ол шаблондарды қолдана отырып, сіз өзіңіздің презентацияңызды өте әдемі және креативті түрде көрсете аласыз. Қазір мен мына жерде ешқандай шаблон қолданбай, қарапайым слайд жасау түрін үйрететін боламын. Создать слайд дегенді басып, осындай бетті ашып аламыз. Бұл жерге тақырып жазсаңыз болады. Және мына жоғарыдағы дизайн дегенді басып, әртүрлі дизайн түрлерін таңдайсыз. Кез келгенін таңдап, осылай бетін ауыстыра бересіз. Яғни өзіңізге ыңғайлы, өзіңіздің сабағыңызға, баяндамаңызға тура келетін дизайнды таңдай бересіз. Переход деген жерде әртүрлі переходтар, яғни осылардың қалай өту керек, қандай түрде өту керек, соларды өзіңіз белгілейтін боласыз. Мына жерге тақырыбыңызды жазасыз, баяндамаңыздың немесе сабағыңыздың тақырыбын осылай өзіңіз жазасыз. Мінекей осылай тақырыпты жазып болғаннан кейін үлкейтіп кішірейтсеңіз де болады. Одан кейін екінші слайдқа мысалы екінші басқа бір түрін таңдап қоя берсеңіз болады. Сонымен қатар әр бетке переход қойсаңыз болады, яғни қалай өту керек, қалай ашылған кезде қандай переход жасау керек, соларды да қоя бересіз. Мінекей мынау мысалы осылай жұмылып тұрып ашылатын болады. Енді мына бетіне өзіңіздің тақырыбыңызды мына жерге тақырыпқа байланысты сөздерді жазсаңыз болады, немесе суреттерін қоя бересіз. Мына тақырыпты да мысалы қандай анимациямен ашылу керек, оны да өзіңіз белгілей аласыз. Қазір көрсететін боламын. Мына жоғарыда анимация деген тұрады. Соны басып, кез келген біреусін басып, осылай қалай сізге ашылу керек, соны көрсетіп беретін болады. Мінекей мынаны қазір көрсететін боламын. Показ слайд дегеннен бастап, біріншісі осылай ашылады, екіншісі осындай переходты жасадық, және негізгі тақырып деген осылай әдемі болып шығады. Мысалы, мынандай бір суреттерді тек қана өзін қойып, артқы фонын алып тастасаңыз болады. Үстіне басып тұрып, жоғарыдағы удалить фон дегенді басып, мынандай керекті жерлерін осылай белгілеп аласыз. Сосын артқы фоны мынандай розовый болып тұрған жерлері өшіп кетеді. Мінекей өшті. Енді осы суретті кез келген жерге өзіңіз осылай жайғастыра бересіз. Сонымен қатар осындай дайын презентация шаблондарын өзіңіздің баяндамаңызда, сабақтарыңызда қолдансаңыз болады. Өзіңіздің сабағыңызға сай етіп аласыз. Мынау жазуларын, әртүрлі суреттерін барлығын өзіңіздің тақырыбыңызға сай етіп ауыстыра берсеңіз болады. Мысалы, мына суреттерін барлығын өзінің орнына керек емес жерлерін алып тастасаңыз да болады. Осындай әртүрлі презентация шаблондарын қазір мен сізге сыйлыққа беретін боламын. Ол үшін тек қана бір шарт бар. Осы видеоның астына лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіз болғаны.
Сонымен қатар менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда сіздерге бұдан да қызықты видеолар түсіретін боламын. Ал енді мына презентацияларды алу үшін видеоның астындағы анықтама бөлімін ашатын болсаңыз, сізде презентация шаблондары деген сілтеме бар. Сол сілтемені басу арқылы өзіңіздің телефоныңызға, ноутбугыңызға скачать етіп алсаңыз болады. Осымен видеом аяқталды. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.